Әдебиетті оқу 3-ші сынып 18-ші сабақ. Тақырыбы адамдық борышың. Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңі. Мәтіннен тірек сөздерді таба аласың. Үлгі бойынша сөйлеуге жаттық. Борышым сөзін парызым, міндетім деп айтып көрші. Ата-ананы қадірлеу менің борышым. Отанды қорғау менің борышым. Ата-ананы қадірлеу парызым, міндетім. Отанды қорғау да парызым және міндетім. Сөздердің ішіндегі ең бастысы ол борыш екен, менің борышым ата-анамды қадірлеу, отанымды қорғау, жақсы оқып ер жетіп өскенде еліме пайдалы іс жасау. Мінекей сендердің борыштарың осы. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, ойшыл, аудармашы. Оның адамдық борышы деген өлеңді мәнерлеп және оны жаттап алыңдар. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Енді сұрақтарға жауап берейік. Өлеңге сүйеніп, кестені толтыруды жалғастыр дейді. Бұл жерде жақсы деген немене, жаман деген немене екен? Өлеңнің мазмұнына байланысты кәнеке сөйлемге сұрақтарға жауап берейік. Жақсы деген ол ар сақтау, еңбек ету, білім мен өнер. Ал жаман деген өнерсіз, білімсіз, ақылсыз, яғни ақымақтық ісін істейтін жаман әдеттерді айтуға болады. Енді мына суреттен қарап отырсаңдар, жақсы мен жаманды айырайық. Жақсылар мінекей кітап оқып, білімін арман қарата жалғастырса, жақсылар гүлге су құйып, яғни өсімдіктерді күтуде. Ал жаман әдеттер, ағаштарды жұлу, құстарды ату, жануарларға жаңағы қастандық, қияметтік істеу, мінекей баланың мысықты сүйреп бара жатқанын байқауға болады. Сонымен қатар жақсылықты үйді таза ұстау, тазалық барлығымызда денсаулықтың кепілі дейміз. Ал оқығанда дәптерлерін, кітаптарын шашып тастаған бала ол сабаққа да дұрыс дайындала алмайды екен. Сондықтан балалар тек қана жақсылыққа қарай үйреніңдер, ұмтылыңдар. 6-шы 5 мысал ойластыр. Сенің борышың не? Яғни ата-ананы қадірлеу, сабақты жақсы оқу, отанды қорғау, ата-ананы қадірлеу, яғни тілін алу, сыйлау, құрметтеу дейміз. Елім үшін адал қызмет ету. Мінекей осының барлығы сенің борышың екен. Енді балалар бүгінгі Шәкәрім Құдайбердіұлының бізге жақсылыққа қарай ұмтылу, білімді болу, өнерлі болу. Енді жақсы деген немене, жаман деген немене деген өлеңді тыңдаңдар. Сабақ аяқталды. Осы берген жауапта кітапша етіп көрейін. Міне тағы бір жаман, көйлегі лас боялып, аузы басы ластанады. Жақсы, міне азамат, бетін жуса сабындап, тісін жуса тазалап, еңбек сүйген балаңыз кітап мені үлгілі бала деп, кітапқа оны жазады. Әкесі жақсы бала деп, қандай баланы айтты?